Қадірменді YouTube арнаны тамашалаушы асыл жандар. Сіздерге бүгін өте қызықты фактіні айтатын боламын. Ал сіздер алдымен тіркеліп қоюды естен шығармаңыздар. Бұл оқиға 17 жыл жер астында қалып қойған Қытай шахтері Чен Чжунсин туралы. Аталған оқиға интернетте кеңінен таралып, көптеген даулар мен күмәндер тудырды. Бір тарап оған сенбесе, енді бірі имандай сенеді. Оқиға былай басталған. 1997 жылы Қытайдың Сычуань провинциясындағы көмір шахтасы опырыла құлап, салдарынан Чен Чжунсин жер астында қалып қояды. Айтуларынша, апаттан кейін шахтердің денесін таппаған соң, қаза тапты деп санағандықтан іздеу жұмыстары тоқтатылған. Бірақ аталғаны шахтер тірі болып шығады деген ой ол кезде ешкімнің басына келе қоймас сірә. 17 жылдан кейін, яғни 2014 жылы, Чен Чжунсин кездейсоқ түрде сол аймақта жұмыс істеп жүрген шахтерлердің арқасында тірідей табылды. Ченнің айтуынша, ол осы уақыт аралығында су көзін тауып, тамырлар мен және егеу құйрықтармен қоректеніп, аман қалған екен. Алайда көптеген сарапшылар мен журналистер бұл оқиғаның шынайылығына күмәнмен қарады. Себебі мұндай жағдайда 17 жыл бойы жер астында өмір сүру өте күмәнді көрінеді. Ченнің үнемі су мен тамаққа қол жеткізе алуы, сондай-ақ тиісті желдету болмаған жағдайда аман қалуы бойынша көптеген күмәнді сұрақтар туындады. Бұл оқиғаны растайтын ресми дәлелдер өте аз, және көптеген қытайлық жаңалықтар көздері тәуелсіз тараптардан осы оқиғаны растайтын нақты дәлелдер ұсыналмады. Сондай-ақ Ченнің 17 жыл бойы жер астында өмір сүруін растайтын медициналық тексерулер туралы да деректер жоқ. Чен Чжунсиннің оқиғасы ғаламтор мен жалпы бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен таралғанымен, оның шындыққа жанасатындығы туралы ешқандай нақты дәлел жоқ. Қазіргі уақытта бұл оқиға расталған фактіден гөрі аңызға, немесе ғаламтор мифіне көбірек ұқсайды. Ал сіз қалай ойлайсыз, көзі қарақты көрермен? Пікіріңізді қалдырып, егер әңгіме ұнаса лайк басып, ең бастысы тіркелуді ұмытпайық.